Мен осыдан да осы 2 жасөспірім баланың анасы болғандықтан өз балаларымның болашағына, денсаулығына көп алаңдаймын. Сондықтан да осы мен балаларым Pfizer вакцинасы келді, болады деген кезде өздері де енді оқып білгені бар, бізден естігені бар осы вакцина жайлы өздері алам деп келісті балаларым. Сондықтан да осы вакцина келген күні, бірінші күннен бастап мен балам өзі 16 жаста вакцинасын алды. Вакцина алғаннан кейін ешқандай кері әсері болған жоқ. Қазіргі таңда балам бірінші вакцинасын алды, жағдай жақсы. Енді әр адамның денсаулығы өз қолында, сондықтан да өздеріңіздің иммунитеттеріңізді осы вакцинаға қарсы тұру үшін иммунитет пайда болу, бұл да өз қолдарыңызда. Сондықтан да осы вакцина алуға сіздерді шақырамын. Менің балам Қайрат Рысқұлбеков атындағы номері 33-ші мектепте оқиды. Қазіргі ахуалға байланысты балам Pfizer екпесін алды. Ешқандай шағым болмады, жағдайы жақсы, кері әсері болмады. Құрметті ата-аналар, балаларымыздың болашағы үшін, қауіпсіздігі үшін қазіргі таңда екпе алу дұрыс шешім деп ойлаймын. Мен көп балалы анамын, 4 баласының анасымын. 35-ші мектепте балаларым оқиды. Енді вакцинаға айтатын болсам, бұл 2 балам да жаңағы вакцина алды, ешқандай кері әсер болған жоқ. Балаларымның болашағы үшін өзім солай келісім бердім, өйткені өзімізде жазда вакцина алдық. Сондықтан әрбір ата-анаға, енді ата-ананың өзінің қалауы бойынша ғой, енді әрбір ата-анаға айтарым, енді балаларының болашағын ойлаңыздар, иммунитетін көтеру үшін, балаларымыздың денсаулығы үшін бұл өте маңызды деп ойлаймын.